Бүгінгі сабағымыз 20-ші сабақ. Әл-усрату татаваддау. Әл-усрату семья, отбасы, татаваддау дәрет алып жатыр. Әл-валиду әкесі. Кәм іс-саатул ән я бәкру. Кәм қанша? Іс-саату сағат қанша? Қазір я бәкір. Бәкрун іс-саатул ән әс-сәдисату я валиди. Сағат қазір 6. Я әке дейді. Валиди менің әкем деген сөз. Әл-валиду әсәми'та әзан әл-мағриби я бәкру. Әсәми'та деген ол сұрақ. Сәми'та естідің ба? Сен естідің ба? Мағрибтің азан ей бәкір дейді. Бәкрун наам я валиди сәми'тул әзан. Яғни мен азанды естідім дейді. Әл-валиду мәтә сәми'тул әзан. Азанды қашан естідің дейді. Бәкрун әл-әна сәми'тул әзан. Қазір ғана. Әл-әна қазір. Әл-валиду әл таваддa'та я бәкру. Сен дәрет алдың ба ей бәкір? Бәкрун наам таваддa'ту алхамдулилlah. Я мен дәрет алдым алхамдулилlah. Әл-валиду әкесі әсри' лил-уду'i я саиду. Әсри' яғни тездет. Әсра'a юсри'у әсри'. Яғни әсра' мады, юсри'у мудари, әсри' фи'л әмір бұйрық. Яғни тездет. Яғни әл-уду'у дәрет алу. Дәрет алуыңды тездет я саид. Саидун инша Аллах. Я Алла қаласа деді. Әл-умму әйна әнти я Фатимату. Яғни әнта ертегінде сен, ертегінде әнти сен. Әл-умму әйна әнти я Фатимату. Ей Фатима, сен қайдасың деді. Фатимату әна хуна фил худжрати. Әна мен хуна осы жердемін. Хуна осы жерде. Фил худжрати бөлмеде. Әл-умму таалай лил удуи. Таалай кел. Яғни таала дейтін болсақ, ол кезде ер адамға кел. Ал әйел адамға таалай лил удуи. Дәрет алуға кел дейді. Фатимату кейфа атаваддау я валиди. Мен қалай дәрет аламын ей әкешім дейді. Әл-валиду таалай ма'i лил уду. Кел мен бірге дәрет ал дейді. Қам әл-валиду ва қамат Фатимату лил удуи. Әкесі тұрды және Фатимада тұрды. Яғни қама тұрды. Қамат тұрды әйел тегінде. Яғни қама фи'л мады тұрды. Қама дараса кәтаба. Яғни тәсіз ол ертегінде болады. Қама әл-валиду. Ал әйел тегінде қамат, дарасат, кәтабат, әкәлат, т әрпі болған кезде сукунмен ол әйел тегінде. Ол тұрды. Бәда әл-валиду ул-удуа. Әкесі удуды бастады. Яғни бәда бастады. Ғасала едейхи екі қолын жуды. Отамадмада аузын шейді. Останчаққа мұрын шейді. Ғасала уәжаху. Ғасала яғсилу иқсал. Ғасала ертегінде, ғасалат әйел тегінде. Ғасала уәжаху жүзін жуды. Уәжаху жүзін бетін. Ғасала едейхи иліл мірфақайн. Яғни екі қолын жуды. Иліл мірфақайн шынтаққа дейін. Иля дейін әл-мірфақ бір, мірфақаны екі, әл-мірфақайны жар кезінде екі. Омасаха расаху басын, яғни мәсі қылды, сипаты, сумен. Омасаха улунайхи, және ол өзінің екі құлағына мәсі қылды. Thumma ғасала риджлайхи иләл кәбайн. Яғни кейін, ғасала жуды, риджлайхи, ол екі аяғын жуды, иләл кәбайн, яғни тобыққа дейін. Әттәммәл валиду әл-удуа ва таалламат Фатимату әл-удуа мин әл-валид. Әттәммә аяқтады әл-валиду әл-удуа. Әкесі дәрет алуды аяқтады. Ва таалламат, яғни үйренді Фатимату әл-удуа. Фатима дәрет алуды әкесінен үйренді. Мин әл-валид әкесінен. Ва таалламат үйренді. Тааллама ертегінде, таалламат әйертегінде. Әл-калимату джадида жаңа сөздер. Әл-әна қазір ғана. Сами'ту естідім. Әзанун азан. Әл-мағриб мағриб уақыты. Ақшам дейді біз қазақша. Алхамдулилля Алла мақтау мадақ болсын. Инша Алла қаласа. Хуна осы жерде. Таалай кел. Яғни әйел адамға айтылатын болса таалай кел. Кейфа қалай.
асри' тездет. Қама тұрды. Ертегінде қамат әйел тегінде тұрды. Ал-удуа дәрет алу. Қала айтты. Таваддату дәрет алдым. Мен, яғни таваддату мен дәрет алдым. Ғасала жуды. Тамадмада аузын шаю. Истаншақа мұрнын шаю. Әл-марафиқ яғни шынтақтар. Бір шыртақ әл-мирфақ. Екеуі мирфақани. Егер марфу болғанда мирфақайни, мажрур болғанда мирфақайни, екі шынтақ. Оны білеміз, мирфақун, мирфақани. Масаха сипау, сүрту. Әл-каабайн тобық, екі тобық. Бада'a бастады. Атамма аяқтады. Аману олар иман келтірді, немесе сенді. Ида егер. Ас-салату намаз. Thumma кейін. Әлләзина яғни көпше. Те которые деген мағына. Ан-нысфу яғни жартысы. Ат-thулуту үштен бір бөлігі. Ар-рубу төрттен бір бөлігі. Яғни тек қана сұрақтың өзі бір сөйлем келетін болса, оны алдына деген келетін болса, хамза яғни харф истифхам, онда сұраққа айналып кетеді. Мата қашан. Хазани бұл екі деген сөз. Хаза біреу, хазани екеу, яғни бұл екі. Хатани яғни әйел тегінде. Хатани яғни хаза бұл ер тегінде. Бұл деген сөз. Хаза бейтун мысалы. Енді екі үй дейтін болсақ, хазани бейтани бұл екі үй. Енді әйел тегінде хазихи сайяратун бұл машина. Хатани сайяратани бұл екі машина. Түсінікті? Хазани, хатани яғни хаза және хазихидің мусанна екілік түрлері. Хаулаи олар. Келесі та әрпінің үш харакатта келуі. Тәзкиратун, тимсахун, туффахун, тәтиту. Түсінікті? Келесі ғайн әрпінің сөз басында, ортасында, соңында әртүрлі харакатпен келуі. Ғарбун, сағирун, русғун, фәриғун, ғағиғу. Түсінікті? Атадрибат, атадрибіл әуәл, келесі жаттығулар. Келесі сөздерді бәрін оқып, жазып жаттап аламыз. Қама бәкрун, қамат фатимату. Қама бәкір, бәкір тұрды, ертегінде қама. Қамат фатимату. Яғни қамат сөзіне тә әрпін қосқан кезде сукунмен, ол кезде муаннас әйел тегінде болып кетеді. Қамат фатимату. Вақафа бәкрун, бәкірін тұрды, вақафат фатимату. Кәтаба бәкрун, ва кәтабат фатимату. Қараа саидун, ва қараат фатимату. Тавадда ал-абу, ва таваддаат ал-умму. Түсінікті? Кезге мады феғіліне, мады өткен шақ феғіліне та әрпі сукунмен қоятын болсақ, әйел тегіне айналады. Қама бәкрун, ва қамат фатимату. Дәраса бәкрун, ва дәрасат зейнабу. Жәләса саидун, ва жәләсат хадижату. Бұл сөздердің барлығын өткен болатымыз біздер. Шариба әл-валаду, ва шарибат әл-бинту. Яғни бала ішті, және қыз ішті. Шариба және шарибат. Түсінікті? Келесі. Асами'тал азана, наам сами'ту. Яғни сами'тал азана, сен намаз азанды естідің. Әні қоятын болсақ, сұраққа айналып кетеді. Естідің ба болып кетеді. Асами'тал азана, наам я сами'ту. Егерде мен естідім, мен іштім, мен тұрдым, мен оқыдым десең, та әрпін даммамен қоямыз. Сами'ту, наам сами'ту. Ашариптал ма'a, сен суды іштің ба? Яғни шариптал ма'a дейтін болсақ, сен суды іштің. Алдына хамзат истифам, яғни қоятын болсақ, деген. Ашариптал ма'a, ол кезде сұраққа айналады. Суды іштің ба? Наам шарипту, мен суды іштім. Акатабта дарса, сен сабақты жаздың ба? Наам катабту, мен жаздым. Атаваддатал ан, сен жаңа дәрет алдың ба? Наам таваддату, мен дәрет алдым. Мен дәрет алдым. Ғасалта ядак, сен қолыңды жудың ба? Наам ғасалту, мен қолымды жудым. Масахта раасак, сен басыңа сипадың ба? Масық қылдың ба? Наам масахту, мен масық қылдым. Абадатал удуа, сен дәрет алуды бастадың ба? Сұрақ. Наам бадату, бастадым. Яғни бадата ал-удуа десең, сен бастадың болады. Хамзаны қойсақ, сен бастадың ба? Қараатал китаба, сен кітапты оқыдың ба? Наам қараату. Сами'тал азана, наам сами'ту. Түсінікті? Келесі жаттығу атадрибу thani, каф лам мим нун ха вау я әріптерден келетін сөздерді өздеріңіз
жазасыздар әртүрлі харакатпен. Какику, лалилу, мамиму, нанину, хахиху, вавиви, у, я, ию. Келесі жаттығу at-tadrib ath-thalith iqra. Зәй және ла әріптерін салыстырамыз. Захир, лахир, залла, залла, мазахир, мазахир, азиматун, азиматун, хазза, фазза, 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 зухурун, зухурун. Түсінікті. Айырмашылығы бар, зәй және ла әрпі сақау және жуан. Келесі жаттығу at-tadrib ar-rabi ajib. Келесі сұрақтарға жауап бер. Мада самиа бакрун. Бакр не естіді? Мада не естіді? Самиа бакрун. Дұрыс. Мата самиа бакрун ал-адана. Бакр азанды қашан естіді? Мата қашан. Келесі сұрақ. Кайфа ятаваддау ал-валиду. Кайфа қалай? Әкесі дәретті қалай алады? Айна канат Фатимату саат ал-азан al-магриб. Яғни Фатима магриб азаны кезінде қайда болды? Яғни саата дегенсі уақытында, кезінде деген мағына, уақытқа байланысты. Айна қайда? Канат болды. Канат тәріпімен сукун, өткені муаннас, яғни әйетегі. Канат Фатимату саат ал-азан al-магриб. Магриб азаны уақытында қайда болды? Маза қалат al-умму ли Фатимата. Мамасы Фатимаға не деп айтты? Қалат. Түсінікті ма? Мәл аяту лати туаллимул муслима ал-вудуа. Қандай аят мұсылманды дәрет алуға үйретеді? Яғни Құрандағы аятты айтады. Жауап береміз. Мәниллази асра'a лил-вудуи. Кім дәрет алуға асықты дейді. Хәл самиа бакрун ал-азана. Бакр азанды естіді ме? Сұрақ. Мата тавадда'a бакрун. Бакр қашан дәрет алды дейді. Жаңа келесі сұрақтар, жаңа осы сұрақтардың бәріне өзіміз жауап береміз, шамамыз келгенше. At-tadrib al-khamis 5-ші жаттығу. Кауин жумалан. Келесі сөздерден сөйлем құрастырыңдар дейді. Масаан кешкі, ас-саата сол уақыт, жаңа сағат, ас-садисата 6, ал-ан. Қалай айтамыз? Ал-ан, ас-саату, ас-садисату масаан. Яғни дұрыс па? Қазір сағат кешкі 6. Яғни ал-ана, ас-саату, ас-садисату. Қазір сағат 6. Масаан кешкі. Ал-магрибу азана ал-аб самиа. Қандай құрамыз? Самиа ал-абу, яғни әкесі естіді нені? Азан ал-магриб. Магрибтің азанын. Дұрыс. Үшінші таваддаату қала наам бакрун. Яғни сұраққа жауап бергендей боламыз. Наам я, яғни немесе қала бакрун, бакр айтты. Наам я таваддаату. Мен дәрет алдым дейді. Дәл солай 4, 5, 6, 7-ші тапсырмаларға өзіміз орындаймыз тапсырмаларды. At-tadrib as-sadis 6-ші жаттығу иқра. Яғни келесі сөздерді оқимыз. Хада муаллимун. Музаккар, яғни ертегінде. Хада муаллимун. Хадихи муаллиматун. Біздерде хада ертегінде музаккар. Муфрат, яғни жеке бір адамға айтылады, бір нәрсеге. Хада муаллимун. Бұл мұғалім. Ертегінде хадихи муаллиматун. Бұл мұғалім әйел. Хада муаллимун. Бұл мұғалім ер адам. Хадихи муаллиматун. Бұл мұғалім әйел. Хада, хадихи. Хадани муаллимани. Яғни хадани бұл екеуі деген. Муаллимани екі мұғалім. Бұл екі мұғалім деген сөз. Бұл ертегінде. Енді әйел тегінде хатани муаллиматани. Хатани муаллиматани. Бұл екі әйел мұғалім дейді. Яғни әйел тегінде айтылады. Хадани және хатани. Енді хаулаи олар. Хаулаи муаллимуна. Олар мұғалімдер. Хаулаи муаллиматани. Ау муаллиматун. Муаллиматун. Олар мұғалім әйелдер. Яғни муфратта хада және хадихи. Яғни ертегі хада, әйелтегі хадихи. Екілікте хадани, ертегі әйелтегінде хатани. Ал көпшілікте хаулаи деп қала береді.
Хаулаи әйел тегіне де, ер тегіне де. Хаулаи муаллимуна, хаулаи муаллиматун. Түсінікті. At-tadrib as-sabi'a 7-ші жаттығу. Иқра ва акмил кал-мисал. Яғни оқыда мысалдағыдай толықтыр дейді. Хаза және хазани және хаулаи деген сөздерге мына сөзді қоямыз. Мысалы, хаза мударрисун, хазани мударрисани, хаулаи мударрисуна. Осы мысалдағыдай. Мысалы, хаза мухандисун, хазани мухандисани, хаулаи мухандисуна. Хаза мудифун, хазани мудифани, хаулаи мудифуна. Дәл солай басқаларында қойып шығамыз. Келесі жаттығу at-tadrib as-samin 8-ші жаттығу. Хазихи енді әйел тегінде. Хазихи, хатани және хаулаи. Мысалы, хазихи муаллиматун, хатани муаллиматани, хаулаи муаллимат. Келесі сөз мударрисатун. Хазихи мударрисатун, хатани мударрисатани, хаулаи мударрисатун. Біз алдында екілікке көпшілік музаккар жама жасау және әйел тегінде көпшілік жасау оны өткен болатынбыз. Келесі жаттығу at-tadrib at-tasi' 9-ші жаттығу. Акмил кама фил мисал. Мысалдағыдай толықтыр дейді. Қамал валиду. Яғни ер тегінде қамал валиду. Әйел тегінде қалай жасаймыз? Қамат фатимату. Яғни сукунмен келтіреміз алдында айтқандай. Қара ал-валиду. Әке оқыды. Қараат фатимату. Түсінікті. Енді ғасала ал-валиду қалай айтамыз? Ғасалат. Дұрыс. Масах ал-валиду масахат. Атамма ал-валиду атаммат. Самиа самиат. Түсінікті. Егерде мады өткен шақта ертегінде келетін болса, ол фаала, яғни қама, қара, ғасала, масаха, атамма екілді келеді. Алда әйел тегіне аударатын болсақ, мады өткен шақта етістікті, онда соңында сукунмен қоямыз. Ғасалат, масахат, атаммат, самиат деген секілді. Қалған мысалдардың бәрін өздерің орындайсыздар. At-tadrib al-ashir 10-ші жаттығу. Да аламатын жағынан крестик X белгісін қой дейді. Амам al-ibарати al-khata'i. Thumma uktub al-ibараты сахиха амамаха. Яғни дұрыс сөйлемнің алдына, яғни қате сөйлемнің алдына мынандай X сияқты белгіні қой дейді да, дұрыс емес деген. Сосын оның жанына дұрысын жаз дейді. Мысалы, сами'ту бакрун ал-адана. Дұрыс па? Мен естідім дейді сами'ту. Сосын бакр дейді, сосын ал-адана. Әлбетте бұл сөз дұрыс емес. Қалай болады? Сами'a бакрун ал-адана. Бакр азанды естіді, сами'a болады. Сами'ту мен естідім, бакр азан сөйлем келмейді. Сами'ту мен естідім, дұрыс па? Демек дұрысы сами'a ал-бакру ал-адана. Мысалы, қара'a саидун ал-китаба. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Қара'a саидун ал-китаба. Саид кітап оқыды. Атамма фатимату ал-уду'a. Дұрыс па, дұрыс емес па мына сөйлем? Дұрыс емес. Әйел тегінде қалай? Атаммат. Атаммат фатимату ал-уду'a. Дұрыс. Солай болады. Асри'i я бакру. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Өткені ер тегінде асри'. Асри' әмір асри' болады. Ал әйел тегінде асри'i, яғни я қосылады. Асри'i я бакру. Асри'i, яғни әйел тегін айтып тұр мына жерде. Сондықтан да бұл дұрыс емес. Дұрысы асри' я бакрун. Я бакру. Әйел тегінде асри'i я фатимату. Бада ал-валиду ал-удуа ғасала ядейхи. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Бада ал-валиду ал-удуа ғасала ядейхи. Ол сөйлем дұрыс. Қама ал-умму лил-уду. Дұрыс па? Дұрыс емес. Қамат. Ғасала ал-валиду ваджаху. Бұл сөйлем дұрыс. Масаха фатимату расаха. Бұл дұрыс емес. Масахат фатимату расаха. Осылай 9 мен 10-ды өздерің жасайсыздар. Осымен тоқтайық.